Енді мен қазір бір сұрақ қойсам, мына Бауыржан мырзаға. Бауыржан мырза, мысалы сіз қазір өзіңіз жұмыссызсыз, дұрыс па? Әйеліңіз жұмыссыз. 8 балаңыз бар, ініңіз бар, оның 4 баласы бар. Барлығыңыз көп жаңа балалы отбасылысыздар. Қазір жұмыссыз болғаннан кейін сізге бір үкіметтен бөлініп жатқан жәрдемақы, мысалы, сондайлар қарастырылып, мына ауыл әкімі Оңалбаев мырза сізге көмегін беріп жатыр ма осы көмектерді алу үшін? Ол былай бізде пропискамыз жоқ. Осы үйде тұрып жатқан 20 жыл бойы үйде. Өйткені ол ешқашан регистрация жоқ қой. Содан кейін біз регистрацияға мына жаңағы Қасеновты айтып отыр ғой, жаңа тіркеуде жоқ, мына үй тіркеуде жоқ деп айтылып отыр. Соның арқасында біз пропискаға отыра алмаймыз. Құдай қаласа отырамыз деп ойлаймын. Сол кезде бәрі көмектер. Оған көмек ешқандай көмек көрсетіп жатқан жоқ. Продуктовый пакет мысалы беріліп жатыр ма? Продуктовый пакет. Ешқандай ештеңе. Ол масқара ғой. Қараңыздар, қазақстандықтар ешқандай жәрдемақы алмайсыздар. АСП алмайды. Енді қараңыздар. АСП алмайды, 8 бала, 12 балаға АСП алмайды, бәрі кәмелетке толмаған жаста. Ешқандай азық-түлік пакет алмайды. Өздеріңіздер білесіздер, карантин басталғанына 2 жылға жетіп бара жатыр. Ең бірінші Тоқаевтың тапсырмасымен мемлекет тарапынан Нұр Отан партиясы азық-түлік таратып жатыр. Неге осы отбасына жетпейді? Біріншіден. Екіншіден, ешқандай көмек. Әрине, бұл үйде құжат болмағаннан кейін тіркеу жоқ қой. Осыған қалай жауап береді екен Ашшабұлақ ауылдық округінің әкімі? Облыс әкімі қалай жауап бересіз? Осы отбасына ешқандай мемлекеттен бөлініп жатқан бірде бір конфет аламай отыр бұл балалар. А сіздер ұялмай 500 мың теңгеге моральдық шығынға беріп отырсыздар. Одан кейін бір сұрақ. Мына видеоны таратуларыңызды сұраймын. Жемқорлыққа қарсы агенттігінің төрағасы Ахметжан мырза жаңадан келген. Біз сізге Алаш партиясының атынан ұсыныс жазғанбыз. Кездесейік, бірге жұмыс істейік. Іле ауданында жемқорлық рискілері көп деп. Көп бала ананың атынан біз өзіміз президентке де арыз жаздық. Бұл кісіні заңсыз қудалап, полиция қызметкерге балаларын шырылдатып кешке қарай қамамақшы болды. Оны учаскелік полиция өзі айтты. Осы Ашшабұлақ ауылдық округінің әкімі берген тапсырма деп. Әлі күнге дейін 3 ай болады. Арыз қаралған жоқ. Ешқандай комиссия болған жоқ. Дәлел бар. Бұл кісілерді алады да сот шешім жедел қарап арыз қабылданады. Үйден шығару. Сонда сот кімнің жанында? Біздің елімізде сот жүйесі де дұрыс демейді. Сонда сот әкімдерді қорғайтын болса, қарапайым халық біз кімнен көмек сұраймыз? Сондықтан бірде бір азамат үйінен қудалау болмайды. Біз осы отбасын болсын, басқа отбасы болатын болсын, міне мына жерде де көп бала аналар отыр, үйлері жоқ, баспаналы қазір далада қаңғырып жүрген. Ешкімді далаға шығаруға жол бермейміз. Мені 4 баламмен квартираға алмай жатқанда, мына кісілерді 12 баласымен біреу даже пушечный выстрелға жақындатпайды үйіне. Ешкім қазір пәтеріне кіргізбейді. 2 балаң болса да пәтерге кіргізбейді. Осы видео Тоқаев, мен ойлаймын, Ақтаудағы түлен морждарды көрген кезде президент бұл видеоны көреді деп. Бұл жерде бір бала емес, 12 баланы тағдыры отыр. Жан мырза, тағы бір айтып жүрейін деген, менің абысығым ғой, әйелімнің несі, Сабыржанның әйелі. Сол кісі пропискада декабрьде, өзінің туып өскен жері бар, сол декабрьде. Сол кісі міне осы жақында ғана барып қайтты, Оңалбаевқа барып қайтты. Сіздер жаңа бізге көмек бересіздер ме, бермейсіздер ме? Не болды деп нетіп еді? Сіз пропискада тұрсыз дейді, балаларыңыз тұр деді, балалар бәрі тұр сол жерде. Сабыржан ауылда пропискада. Ауылдағы прописканы өзгертіп, мұнда алып келсін деп отыр. Соның үйіне, енесінің үйіне. Ол енесі де қайтыс болып кетті. Оны әлі жаңағы владелістері де жоқ, іштегілері де жоқ, бірақ сондай бір нелерді көмекке бермеді. Қиындықтар туғызады көмек бермеу үшін. Оны біз білеміз. Тіркеу мәселесі қазіргі заңдағы неде қатты зиян тигізіп жатады. Естуші мемлекет деген реформаңызды қолдаймыз біз, президент мырза. Сол естуші мемлекет мына жерде шырылдап отқан көп балалы аналардың және де мына көп балалардың тағдырын шешіп бізге көмектессеңіздер екен деп өтініп сұраймыз. Ешқандай қазақтың баласы далада қалып жыламау керек. Ешқандай қазақтың анасы, көп балалы аналар жыламауға тиіс. Естуші мемлекет, естіңіздер, көріңіздер, бір-біріңізге таратыңыздар, және де мына шешілмей тұрған мәселені шешіп беруге көмек қолын созыңыздар. Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырза, міне бізде мысалы өзіміздің жеке үйіміз жоқ. Біз біреудің үйлеріне ақша төлеп пропискаға тұрамыз. Қазір міне осындай белсенді аналарды үйлерінен пропискасынан шығартып жатыр Іле ауданында. Квадратураға сәйкес деп. Бізде заңда жоқ.
Бізде заңда сіздер жазып берген заңдарыңызда, конституцияның заңында, міне Іле ауданында адам басына осындай квадрат бөліну керек, ондай квадраттан артық болса тұруға болмайды деген заң жоқ. А бізді неге ойыстып белсенді аналарды тұрып жатқан жерімізден, біреуге ақшасын төлеп қойған жерімізден қорқыту, үркіту жүріп, міне неден шығарып жатыр тіркеуден. Бұның бәрі жемқорлық фактылары мен жемқорлық рискілері. 3,5 жыл болды Іле ауданында біз дәлелдедік. 3,5 жылда осы Жомарт арқылы дәлелдедік. Іле ауданы Ашыбұлақ ауылдық округінде толықтай Іле ауданында жемқорлық рискілері өте көп. Қаңғырып жүрген аналар, тіркеуде жоқ аналар, жәрдемақы аламаған аналар, қысым көріп жатқан әкімдіктерден аналар. Осы Іле ауданының әкімдіктері халыққа жақын тұрмақ түгіл, осы халықты қудалап жатқан әкімдердің қатарынан мен өзім бірнеше рет куәгер болып отырмын. Менің өзіме қанша адамдар кеп көмек сұрап отыр. Сондықтан да бұл, егер қазір президент өз тарапынан көңіл бөлмесе, бұл басқа мемлекеттерге шығатын болса, бұл Біріккен ұлттар ұйымына шығатын болса, бұл біздің мемлекетіміздің аналарды қорғалмауы абыройымызды төмендетеді. Және де біз өз тарапымыздан азамат ретінде әрбір қазақ жалғызым деп бұл отбасын біз бұндай қудалауға жол бермейміз.